Елордада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы тарихындағы ең ірі жазғы спартакиада басталды. Ауа райының тосын мінезіне қарамастан, жол бойының жұмыскерлері спорттағы өз мықтыларын анықтамақ. Еңбегі еселі темір жол көшін алға тартып жүрген атпал азаматтардың байрақты бәсекесіне тілшіміз Нұркен Қалижанұлы барып қайтты. Темір жолда жүйткіген әр пойызға жауапкер ұлттық компанияның өз жұмыскерлерін бір сәт сергіту үшін ұйымдастырған спартакиадасына әр аймақтан 14 команда қатысты. Жыл сайын өткізілетін дәстүрлі жарысқа болат жол саласының спорт саласындағы ең үздік қызметкерлері жиналған. Мекемелердің арасында жарыстар, соның арасынан осы жылда ең мықтыларын жинап, осы еліміздің әр қалаларында оңтүстігінде, солтүстігінде, енді биыл Астанада өткізіп жатырмыз, осы спартакиадаларды өткіземіз. Биыл елордада өткізілген бәсекеде спорттың волейбол, мини-футбол, жеңіл атлетика, шахмат, үстел теннисі ойындары бойынша қатысушылардың спорттық қабілеттері сыналады. Темір жолшылар арасында спорттық додаға жыл сайын қатысатын шеберлер де бар. Мақсат Алагөзов шахматтан Қазақстанның бірнеше дүркін жеңімпазы, бірақ ол бүгін төрешілер қатарында. Темір жолдың адамдары өзін ғана тек қана спортта көрсеткен емес, ол жұмыста да көмектеседі, барлық жүрген тұрыста да көмектеседі. Тек қана денсаулығы бар, зор денсаулығы бар адам ғана мәнді ұқыпты жұмыс істей алады. Темір жол саласының еңбеккерлеріне қойылар талап қашанда жоғары. Олар үнемі ширақ қимылдап, жұмысқа сақадай сай болуы тиіс. Сондықтан да спартакиада барысында дене шынықтыратын спорт түрлеріне де ерекше мән берілген. Темір жол саласының мамандары бұл жарыстар жұмыстан бір сәт қол үзіп, бой жазуға мүмкіндік дейді. Ақтөбе қаласынан Ембі станциясынан келіп отырмын. Осы Қазақстан темір жолын беретін жалғыз жұмыста емес, спортпен де айналысқан дұрыс. Өзіңе де жеңіл болады жұмыс істеген кезде де. Жаздың аптабы мен қыстың қытымырында да бел шешпей еңбек ететін темір жол саласы мамандарының байрақты бәсекесі 4 күнге жалғасады. Спорттағы мықтыны анықтайтын айтулы бәсекеде үздік танылған команданы қомақты сыйлықтар күтіп тұр. Нұркен Қалижанұлы, Еркебұлан Кенжоғұлов, Астана телеарнасы.